Сәлеметсіздер ме, құрметті достар. Бүгін мен сіздермен өзімнің бөлме гүлдерімдегі болып жатқан өзгерістермен бөліскім келіп отыр. Назарларыңызда гардения жасминовидный гүлі осындай гүл ашып, өте әдемі көрік беріп, мені қуантуда. Алдында бұл гардения гүлінің күтімі туралы менде видео шығарған болатынмын. Экранға шығарып, мен ссылкасын описанияға қалдыратын боламын. Міндетті түрде көріп, өздеріңізге керекті ақпаратты алсаңыздар болады. Бұл гардения гүлі иіс беретін гүлдердің бірі. Бөлме гүлдерінде көп гүлдер иіс бере бермейді, бірақ осы гардения жасминовидный өте керемет иіс шығарады. Барлық бөлмелерді иісі алып, өте керемет иіс шығарып тұр. Қараңыздар, көздің жауын алады. Және өте көп мынандай, енді гүлдейін деп жатқан бутондары өте көп. Мына жерде де өте көп бутондар беріп жатыр. Мына жерде де бутондар бар. Осының барлығы гүлдеген кезде өте күшті керемет көрінетін болады. Мына жердің өзінде қанша бутон бар. Қараңыздар, мына астында да қанша бутон бар. Өте әдемі гүлмен көздің жауын алып тұрыр. Осы гүлдің күтімі туралы менің каналыма кіріп, осы видеоны көрсеңіздер болады. Және бұл гүлдің күтімі салқынды жақсы көреді деген болатынмын алдыңғы видеоларда. Қыстың күні менде бұл салқын жерде тұрды. Кіре берсе өте салқын, отопление жоқ. Сол жерде тұрды. Және күн жылығаннан кейін ол жер қатты ысып, күн түсіп, қатты ыстық болып кеткеннен кейін мен бұны ішке кіргіздім. Салқын жерге ішке кірсін деп. Сол кезде бұл гүл орын ауыстырғанға, және орын ауыстырмаған былай тұрсын, және былай айландырып қойғанның өзіне өте капризный гүл. Бірден жапырағын тастай бастайды. Орын ауыстырған кезде бұл жапырағын тастады. Стресс алды. Кез келген гүл орын ауыстырған кезде стресс алады. Әсіресе осы гардения гүлі өте капризный гүл, онда орын ауыстырып және былай айландырып қойғанға. Ешқашанда қойған жерлеріңізге қалай тұр, солай қойыңыздар. Орын былай айландырып қоюға олай істеуге болмайды. Себебі бұл гүл жапырағын тастап стресс алады. Олай айландырғанды жақтыра бермейді. Мына орын ауыстырғаннан кейін, қараңыздар, мына жерде қанша жапырақтарын түсірді. Және бұны мен стресстен шығару үшін циркон септім. Менде эпин мен цирконның айырмашылығы деген, қайсысын қай кезде қолданамыз деген видео бар. Экранға суретін шығарып, ссылкасын описанияға қалдырып кетемін. Міндетті түрде кіріп қараңыздар. Өте керемет ақпарат аласыздар. Цирконды қолдандым. Міне нәтижесі, цирконды қолданғаннан кейін ешқандай да жапырағын тастаған жоқ. Одан әрі гүлдеп, қараңыздар, гүлдерін ашып, көз қуанышымыз болып жатыр. Өте керемет көрініс береді. Әр үйде осындай, терезесінің алдында осындай гүл гүлдеп тұрып, және иісі аңқып тұрса, өте керемет болар еді. Осы гүлді алуға кеңес беремін. Көп адамдар бұл гүлді алуға қорқады екен. Маған айтып жатады, өте капризный гүл деп. Жоқ, қараңыздар, күтімін жасасаңыздар, кез келген гүлдің бабын табуға болады. Иісі енді өте керемет. Бұл гүлге мен алдын орын ауыстырмас бұрын, көктем енді шығып келе жатқанда, мен гумат калий дегенді бір рет қана бердім. Бұл гумат калий гүлдейтін гүлдерге гүлдету үшін беріледі. Сол кезде берген, одан кейін берген жоқпын. Мына гүл ішке кіргеннен кейін тек қана циркон септім. Болды. Қандай топыраққа отырғызғаным барлығы туралы менде видеода айтылған. Гардения гүлінің күтімі туралы описанияға ссылкасын қалдырып кетемін. Міндетті түрде кіріп қараңыздар. Гүлдеріңіз жайқалып өсіп сіздерді қуанта берсін, көз қуаныштарыңызға айнала берсін. Кез келген үйде осындай әдемі гүл болуын тілеймін. Видеоны соңына дейін қарағандарыңызға рахмет. Және видео ұнаса лайк басып, каналға тіркеліп,
сұрақтарыңыз болса, төменге комментарийға қалдырып кетсеңіздер болады. Назарларыңызға рахмет, сау болыңыздар.